Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Алла тағалаға сансыз мадақтар болсын, пайғамбарымызға Алланың игілімен сәлем болсын. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы білім алудың абзалдығы жайлы болмақ. Дүниеге адам әрі мұсылман келгеннен барша нәрседен артық екеніміз белгілі. Бұны бәрін жақсы білеміз. Алла тағала адам баласын өзіне құлшылық жаратып, адамға ақыл ой беріп, мақлұматтардан, жаратылыстардан жоғары етті. Жәннаттағы адам алейкуассалам атамыздың періштелерінің артықшылығы, олар білмеген нәрсесін атын білу деді. Бұл дүниеге тең дәрежеде келгенмен, бірақ уақыт өте біз оқу, білім, ақыл ой осы тұрғыдан озамыз. Абай атамыздың адам баласы бір-бірінен ақыл оймен, оқу біліммен, парасатпен озады, басқа нәрсемен озым дегені, ақымақшылық дегеннен көп нәрсені аңғарар едік. Оқу білім бұл Алла тарапынан берген үлкен нығмет. Қасиетті Құран кәрім кітабымызда ең алғашқы түскен аят Алақ сүресі «Иқра бисми раббикаллази халақа» дейді. Яғни оқы, жаратушы Алланың атымен оқы деп әмір ретінде бірінші түскенде тегін емес. Оқу білім арқылы біз көзіміз ашып, көкірегіміз оянып, жаратушымыз танимыз. Абай атамыздың бұл туралы бір жақсарып кеткен сөзі бар. Оқу білген таниды, бір жаратушы танымаған Құдайды не қылғанда ұнайды. Онымен қоса адамдардың тани отырып, олармен қарым-қатынасымыз өтеміз. Және де көптеген заттар мен құбылыстардың сырын ашып, құпиясын ұғына түсеміз. Өмірде өзіміздің тұрмыстық жағдайымызға пайдаланамыз. Кісі өмірдегі істерін және қателіктерін тәжірибе жинап, көрген білген арқылы шыңдалады. Ал көптеген оқиға мен жағдайлар бір адамның ғана басынан өтуі мүмкін емес. Демек, біз өзіміздің ғасырлар бойы жазылған небір данышпай даныгөй ғұлама ғалымдардың кітаптарымен танысу арқылы танымызды арттырып, көп мағлұматтар аламыз. Өзіміздің дініміз бен тілімізді оған қоса салт дәстүрімізді біліп, оны қаз қалпында сақтап алған әрі үйренген оқу біліміміздің деңгейіне тікелей байланысты. Әлемдегі неше түрлі қызықты жаңалықтар мен құбылыстар дер кезінде оқып біліп отыру қандай тамаша. Бүгінгі мынау қарбалас тасқын сияқты ағып жатқан күреске толы қиынды қызықты өмірде оқуды жақсы көріп, онымен үзбей тығыз байланысты болмасақ бәрі де бекер. Оқу білім туралы Құран кәрімде Алла тағаланың «Ей пайғамбарым, сен айт, білгендер мен білмегендер тең бола ма» дейді Жұма сүресінде. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде тал бесіктен жер бесікке дейін әлемімізден де деген сөздің осы сөзіміздің дәлелі. Ахиру дағвана алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.